Бұл Шиелі ауданында қазіргі таңда мен мынау қоғамдық жұмыс істейтін кісілердің жанында еңбегін жаңағы бағалау мақсатында және айлығын көтеру мақсатында түсіріп тұрмын. Мына кісілер азаннан кешке дейін, азанда ерте шығады. Ана кісі ше камераға түсіретін қойыпты кентте ше ана кісіні. Сонымен ше енді мына кісілердің ше адал еңбектері адал, бірақ жаңағы есектің еңбегі адалда өзі арам дейді ғой. Сол сияқты ше мен айтайын дегенім, мына кісілер азаннан кешке дейін қызмет атқарады. Мынандай болып сәкиіп жиналысқа келеді. Мына қарап отырсыздар, міне мен жұмыс акиматтың дворнигі қайда дейді. Акиматтың дворнигі үйінде ұйықтап жатады. Енді қоғамдық жұмыс істейтіндер мына кісілер еще тұрақты жұмыс жаңағы жөнінде 1 жылға бос отырады дейді. Егер басқа мекемеге барса, ал акиматтың тұрақты істейтін дворнигі ол жұмыс істемейді. Мына кісілер сонда государственный біз құлма, сонда мен түсінбей отырмын. Мен түсінбей отырмын. Неге енді акиматтың дворнигі жұмыс істемейді? Не бітіріп отыр? Шорабаевтың дворнигі не бітіріп отыр? Немене? Сонда бүкіл ауданның қоқысының бәрі қоғамдық жұмыс істейтін кісілерге бекітілген ба? Сонда түсінбей отырмын мен. Ол перечені болады ғой оның. Өз 85 мың теңге. Ол дворниктер отпуск алады, аванс алады. Енді мына кісілерге қалай сыпыртып отыр енді? Біз алмаймыз қоғамдық істейтіндер. Міне, қараңыздар. Енді осы жерде мен парламент депутатының назарына, спикердің назарына ұсынамын, осы заңдылықты жөндесеңіздер. Онда барлық көшені сыпыратын болса, айлығын көбейтіңіздер, отпуск қосыңыздар. Не деген сұмдық, не деген масқара? Сәкиіп, әкімдер, жаңа депутаттар келіп алып, сәкиіп, тәуір тамақты жейді да, мынандай болып жүру керек па қоғамдық істейтіндер? Мен түсінбей отырмын. Осы мәселені қолға еще басқа мекемеге барамыз деп бой көтерсе, жаңағыдай отпуск жоқ, жаңағы аванс жоқ деп шығады. Осы мәселені реттеуді сұраймын. Мынау заң аясында. Мына кісі қазір айтайын деп тұр, бір ауыз несін. Саламатсыздар ма? Осы Шиелі ауданында осы Құдайдың құтты күні акиматты сыпырамыз. Өздерінің дворниктері қайда бұлардың? Дворниктері қайда? Оларға ақша бөлінеді, қайда ақшалары? Сол ақшаны қайта бізге төлемей ме біз биржадағы жұмысшыларға? Ең болмаса бізге төлесе, біз айлығымыз көбейтсін қайта болмаса. Біз постоянно әр тартпа, бер тартпа, 8 адамды әр жан жаққа бөледі бізді. Біреу жартысын Шақайға жібереді краскіге, жартысын орталықта қаяғына біз жетеміз, жетпейміз. Адам алсын, 40-50 адам алсын, жоқ дегенде. Дворниктерді, биржада адамдарды адам қылып көрмейді. Айтсақ, акті жас шығарып жібереміз дейді, біз айтсақ. Біз шаршадық уже. Бізге дікілдеп сөйлейді. Еще аудан бойынша бірінші орын алады Шиелі ауданы. Біздің арқамызда жаңағы биржаның адамдары қара жұмысшылардың арқасында алып отыр сондай. 19 миллион. Домның арасында жүреміз, домның арасында тұрады. Ана Шорабаев жақта Шорабаев неге өзінің жаңағы нелерін алмайды? Дворнигі қайда ол? Шорабаевтың дворнигі қайда? Адамдарын талсын. Райхан сыпырмай тұра тұрсыз. Адам жалдасын. Қашанға дейін бүйтіп жүреміз? Біздің жұмысымыз жетеді былай, көше көп бізде. Анау трастада жүреміз 21-дің соңында. Анау Натай ауыл жақта бүкіл трассада жүреміз. Неге Рушевскіге барады? Рушевскіге барып актив краскілейміз. Біз қаяғына жетеміз біз? Біз жетіп жүрген жоқпыз қазір. Айлығымызды көбейтсін біздің. 85 мың теңге үйінде қоғамдық жұмыс істеймін. 85 мың теңге деген ақшаның құны кеткен қазір. Өзінің ақша жетпейді, 85 мың ақша жетпейді. Не болады? Осыған жоғары жақтағылар мән беріп қарасаңыздар. Қызылорда облысының ауданына өтініш айтамыз. Парламент үйіне өтініш айтамыз. Қасым-Жомарт Тоқаев ел президентінің назарына ұсынамыз. Өткен себебі әрқайсысының өзінің дворнигі бар, әрқайсысының аулашысы бар. Олар айлық алады, отпуск алады, тұрақты жұмыс істеп, жаңа қосымша айлықтар алады. Ал біз ешқандай ештеңе алмаймыз заң бойынша. Алайда жаңағы алатын адамның тірлігін істеткізіп отыр, сондай айлық. Не деген сұмдық, не деген масқара? Мына бір кісіні жаңа қадағалайтын қылып қойыпты. Бұл кісі ешқандай жаңа қызметін атқармайды, бірде түсірсе, бірде түсірмейді. Осы мәселені заң аясында шешіп беруді сұраймын.